Ауылдан шыққан миллионер мектеп табалдырығын аттағанда жаз шыға апасы күзде мектепке барасың, соған дайындаламыз деп оқу құрал жабдығын алатын ақша берген. Ақша керек болған соң бір қойды сатты. Содан колхоздың қара жұмысынан босаған бір күні ұлын ертіп аудан орталығындағы жайман базарға барды. Жомарт мұндай қан базарды көрмек түгілі естіген емес. Қатар-қатар қойылған үстелдің үстінде толған мата-сата жоғарыға қарап еді. Киім ілгіштерге іліп тізіп тастаған небір керемет киімдер, үстелдің астыңғы жағында тізілген аяқ киім. Апасы әр затты сұрап қолына алып көріп, одан соң баласын жетектеп әрі қарай тамашалап келеді. Ендігі қатарларда жайып тастаған кітап, дәптер, арқаға асып алатын, қолға ұстап жүретін мектеп құралдарына салатын сөмкелер. Қызыл жасыл неше түрлі қаламсап пен қарындаш, жомарт атын да білмейтін тағы басқа оқуға керек жарақтар. Базар сөрелерін түгел бір шарлап шыққан апасы екінші қайтара аралағанда жомартқа алдымен қап-қара костюм шалбар мен ақ жейде таңдады. Шымылдыққа апарып кигізіп көріп еді, шалбардың балағы ұзындау екен. Ой, оны қысқартып аласыз, балаңыз әлі өседі, ұзыны жақсы деп сатушы зыпылдап жатыр. Костюмнің де жеңі бас бармағыма түсті. Оған да сатушы сөз тапты. Апасы жомарт, шынында өсіп келе жатырсың ғой деп еді, бұған баланың да көңілі өсіп, өзін үлкен сезініп басын изеп қойды. Әрі костюм шалбар қатты ұнап тұр, тура ауыл сәбет ағаныкіндей. Жейдесі де аппақ әдемі. Апасы жейдеден екеуін беріңіз, ауыстырып киеді ғой деп еді, тіпті қолын шапалақтап қуанды. Әсіресе қап-қара топылайы мен кедасын айтсаңшы. Ең соңында апасы екеуі сөмке мен кітап дәптер сататын қатарға қайта келген. Бірінші сыныпқа баратын балаға қандай құрал жабдық керегін сауаты аз байғұс әйел қайдан білсін. Сатушыға: сіңлі, мына балам биыл мектепке баратын еді, соған керекті кітап дәптерін берші деді, шалынғандай болып. Қасы көзін баттастыра бояп, басындағы жирен шашын төбесіне үйме-жүйме жиып, темір қыстырғышпен түйреп қойған денесі көршінің сары сиырындай жайылған берекелі әйел мына тұрысында ханға сәлем бергісі жоқ. Сатушы емес, колхоз бастығының әйеліндей керіледі. Қай мектепке барады деді әрең сөйлеп. Біріншіге барады деп апасы елпілдеді. Қай мектепке деймін, орыс па, қазақ па, ұйғыр ма мектебі ме деп сатушы әйел апасына зірк-зірк етті. Қазақ қой, қазақтың баласы деді апасы жомартқа, осы қазаққа ұқсай ма дегендей бір қарап. Тәмпіш мұрнының ұшы тершіген қазанбас жомарттың тұрысы міне аңқиып, айналасына таңғала көз тастап тұр. Құлағы басындағы көк күн қағарынан шығып қалқияды. Базарға барудың құрметіне кигізген көк шаппақты жейдесінің жоғарғы түймелері ағытылып, қылдай мойны одан сайын ұзарып көрінеді. Торғайдың көзіндей жылтыраған жанарымен дәу сары әйелге қарап қалыпты. Жарайды, қазақ сынып екен ғой, деді де арт жағындағы шымылдықтың ішіне кіріп кетті. Әлден уақытта бір құшақ қып кітап дәптер алып шыққан. Мынау бірінші сыныптың кітаптары мен жазу дәптері және есеп пен сурет дәптері, қаламсап пен қарындаш, бояулар берейін бе деді. Бере ғой, тағы не керек, бәрін бер шырағым. Біз алыс таудың ішінде тұрамыз, онда алатын дүкен жоқ. Сондықтан оқуына керегі болмай қалмасын деді. Қайран апасы баласының жоғын түгендеп берейін бір жоға дегендей. Сатушы шымылдығына кіріп кетіп, тағы біраз нәрсе алып шықты да, сөмке керек пе деді даусы қарлыға. Осы азғантай қимылдағанға алқынып шаршап тұр. Жомарт жүзі пат қызарған әйелге қарап, менің апам деген ана 5-6 кітап тұрмақ, бұзау мен қой қозы ешкі лақтарыңды да көтеріп қорадан үйге дейін тасса да шаршамас еді деп іштей анасының қара күшіне мақтанып тұрды. Әрине керек, Жоматай, қандай сөмке аласың деп ұлына қарады. Жомарт әйтеуір бірдеңені өзіне таңдауға рұқсат етті-ау дегендей алға ұмсынды. Ол ауылда мектептен қайтқан балалардың арқасында асқан рюкзак сөмкеге қызығатын. Қазірде бір-бірімен алысып сабақтан қайтып келе жататын балалар елестеп өтті. Қол сөмкесі барлар оны жолдың шетіне тастап қойып төбелесіп болған соң іздеп жүреді. Ол бірден рюкзак деді апасы.
Рюкзак деді. Апасы немене деп түсінбей мұның бетіне үңіліп қайта сұрады. Негізі апасының көзінің қарасының ағы көп. Ашуланғанда қарасы айналып кеткендей аларып шыға келеді. Рюкзак па деп сары әйел жоғары жақта қыстырулы тұрған ілгекпен түсіріп алып берді. Арқа сөмке ме деді апасы өз тілінде. Қолына тиген сөмкенің көп қалталарына қызықтап қарады да басын изеді. Нағашыңдікіндей сөмке неге алмайсың деп апасы жоғарыда тұрған портфельді нұсқады. Ол портфель ғой, қызметкерлер ұстайды деп сатушы апасының қараңғылығына күліп менсінбей жауап берді. Менің де балам оқып қызметкер болады деп апасы оны қағып тастады. Қайран апасы. Біреудің сөзін қайтсын, ол ұлының болашағынан көп үмітті еді. Негізі апасының бір беткей мінезі бар. Ол әркімнің ықпалында кете бермейді. Керек жерінде өз пікірін айтып салады. Сатушы әйел үндемей алған заттарын апарып айтқан арқа сөмкеге жинап салып берді де есептегішін сытырлатып құнын шығарып айтты. Әй, немене, тыйнақтай баланың мектеп кітабы осынша бола ма деп апасы баж ете түсті. Иә, оқу деген қымбат, сондықтан қағаз қалам да қымбат, деді сары әйел беті міз бақпай. Апасы сатушымен салғыласып береке таппасын білді ме, үндемей ақшасын беріп сөмкені құшағына қысып шетке шықты. Жомарт та аяқ киімдерін салған қалтаны салақтатып еріп келеді. Екеуі базардың шығысындағы бір үйге кірді. Ішінде құжынаған адам. Есіктен аттағаннан дәмді тамақ иісі мұрын жарады. Бала қарынның ашып қалғанын түсінді. Апасы шеттеу бір бос үстелге келіп қолындағы заттарын бос орындыққа үйді де, мен тамақ әкелем, сен мыналарға ие бол деп бағанағы елдер шығып жатқан әйнектің артына еніп кетті. Бір кезде пәтнесін толтырып оралды. Ортаға қойып ыстық тамақты алдымен баласына қарай ысырды. Екеуінің де қарны ашқан екен. Біраз үндемей тамақтанды. Ішке ел қонған соң апасы: Жоматай, сен үлкен жігіт болдың, енді сабағыңды дұрыс оқы. Сатушының айтқанын естідің ғой, оқу деген қымбат, деді. Сен оқы, жақсы оқығанда да. Әкең екеуміз оқымаған соң малдың соңында салпылдап жүрдік. Сен оқы, бағанағыдай әдемі сөмке көтеретін қызмет істе, деді. Бар үмітін, бар арманын осы сөздерге сыйғызып. Осы сөзімді ұмытпашы дегендей дауысы сондай жалынышты шықты. Апасының ойын қабағынан танитын бала бұл өтініштің жай емес екенін түсінді де: Апа, мен жақсы оқып бастық болам, деді үйретіп қойғандай. Апасы жанарынан шуақ төге қарап: әумин, мақсатыңа жет, деп риза болды. Екеуі жақсылап тамақтанып көңілдері жай болған соң автобекетке бет алды. Автобусқа жұртпен таласа тармаса мініп, қапшықтарын орындықтың астына тықпалап сыйғызып жайғасып алды. Апасының ығында терезеден сыртқа көз жіберіп келеді. Иық тірескен биік таулар ұзын жолдан қалыспай бұлардың автобусымен жарысады. Не деген таусылмайтын таулар, басына шығар ма еді? Өткенде бір балалар айтқан, басына тура шығатын ұшақ болады деп. Соған мініп шықса, сол ұшақты өзім жүргізсем деп қиялға беріліп отырып, әйнектен түскен күн сәулесіне маужырап ұйықтап кетіпті. Жомарт, тұр, келдік, деген апасының даусынан бірақ оянды. Апасы күні бойы колхоздың жұмысында қас қарая оралады. Жомарт апасы келетін уақытта самаурынға су құйып от жағып қайнатып қояды. Кішкентай шотымен оттыққа ағаш шабады. Қызуы ұзақ болады, шай ыстық күйінде тұрады деп сексеуіл салады. Қазанның астына от жағып апасы келгенде жуынатын су ысытып қояды. Апасы сіріңкеге ықтият бол, оттыққа жер майды тамызып қана құй деп қатал ескерткен. Кейде апасы қазанға қол басында ет салып кетеді, үстіне су құйып, түс ауғанда астына от жағып қой деп тапсырады. Жомарттың қолынан келетіні от тұтатып самаурын мен қазанды қадағалау. Бала боп еркін ойнай да алмайды. Көршілердің балалары дөңге шығып, асықтың туын тігеді, ләңгі теуіп жарысады, тақай жарыстырады, қораз төбелестіреді, қара кешке үйге кірмейді. Кейбіреулерінің қаладан көкелері әкеп берген белсебеттері бар, сонымен жарысады. Олар от тұтатып қазанға су жылытпақ түгілі ойыннан оралғанда дайын сумен жуынбай төсектеріне құлайды. Апалары мен әпкелері тамақтарын дайындап, әжелері жарығым мынадан бір асашы деп жалынып жүреді. Сөйтіп жүргенде жаз бітіп күз келді. Көптен күткен мектепке баратын күн таяды. Апасы Жомарттың мектепке киер киімін үтіктеп, орындыққа іліп қойды. Түс әлетінде көрші
Әділхан ағаға шашын түзеттірді. Бұрындары ұстарамен сыпырт тастайтын ағасы бүгін «Жомарт, сен жігіт болдың» деп бұл жолы шашын зырылдап тұрған мәшіңкемен әдемі етіп алып берді. Үйге келген соң айнаға қарағанда шашы ұқыпты қиылған, томпақ бет қара бала өзіне қарап күлімсіреп тұрды. Ендігі бастары қатқан мәселе ана арқа сөмкені апара ма, апарса ішіне қандай кітап салатыны болды. Апасының ақылы көп қой, салып ұрып нағашы атасының ырыс алды деген мұғалім келінінен сұрап келді. Бірінші күні ештеңе апармай тек мектеп формасын киіп сағат 10-нан қалмай барады екен. Сол күні апасы ерте оянып қазан жаппай пісіріпті. Ыстық нанға сары майдан жағып, аузына бұралай тығып, шаймен итеріп тойып алды да дайын тұрған әдемі киімдерін кие бастады. Ұлы бір үлкен қызметке баратындай апасы үстіне ілгендерін қадағалап шықты. Мұғалимаңа гүл керек шығар деді де апасы жаздай мәпелеп өсірген ауладағы ал қызыл гүлдерді қиып алып келіп жылтыр қағазға орап әдемі гүл шоғын жасап берді. Қара костюм шалбар, ақ жейде, қара топлеймен қолында бір буда қызыл сары гүлі. Жомарт жігіт апасымен мектепке келді. Мектептің алды толған өзі қатарлы балапандар мен жасөспірімдер, ата-аналар мен ұстаздар амандасып арқа-жарқа болып жатыр. Бір кезде қоңырау үні ауланы басына көтере шырылдады. Бағанадан жан-жаққа шашырап жүрген жұрт есік алдына жиналып жатты. Ырысалды тәте апасы екеуін көріп қалып қол бұлғап шақырды. Оны байқаған апасы Жомартты солай қарай сүйрей жөнелді. Жанына бұл құралпас балалар мен олардың ата-аналары жинап алған алды тәте, балалар, мен сендердің алғашқы ұстаздарың боламын, мені тәтей деп атайсыңдар деді. Жомарт апасы екеуі ауылға кейінде көшіп келген соң көп ешкімді танымайтын. Күллі ауылдағы ең жақын туыс дегендері нағашы атасының үйі болатын. Апасы менің төркінімнің бәрі оқыған, бір келінім мұғалім, тағы бірі доғдыр, бауырым есепші деп мақтанатын. Сол мұғалім келіні осы ырыс алды болып шықты. Әкесінің жалғыз ағайыны апасын бригадир сабағында арашалап қалып, бастарына қиыншылық түскенде үй алып берген Мұқан атасы. Бастарына қиыншылық түскенде қарасқан адамды кішкентай жүрегі жақын тартып кездесе қалса қолын беріп амандасатын. Ол кісі де Жолдыбайдың Жомартымысың деп көжермелей сөйлейтін. Апасы қайнағасына иіліп сәлем салатын. Бірде соны көрген көрші әжей, жібек байы өлген әйел сәлем салмайды, басы бос деп есептеледі деді апасына. Менің Жолдыбайым өлген жоқ, мына тұяғы барда өлмейді. Ол кісі Жолдыбайдың жалғыз ағайыны деп жылап жіберген болатын. Содан бері бала Мұқан атасын тіпті жақын көріп кетті. Кейде әкесін сағынады. Әкесінен айырылғанда 5 жаста еді. Имеген арық адамның жайлаудағы қараша үйдің есігінен еңкейіп кіріп шығып жүретіні есінде. Отаға жайған дастарханның басында малдас құрып, құлағы қалқиып, тақыр басын көсеуден ұзын да қара қолдарымен сипап қойып әңгіме айтып отыратын апасына. Бір рет құйрығы құндыздай жылтыраған қара тайға мінгізді де өзі жетекке алып жүрді. Сонда бала тайға емес тауға шыққандай болып, маңайындағы жап-жасыл жазық пен күнмен шағылысқан мұзарт шыңға қарап көңілі өскен. Әкесінің таймасты кішкентай күшік кезінде ат дорбаға салып әкелгені де есінде. Содан апасы екеуі үшін таймас әкесінің көзінде қимастары. Қайда көшсе де тастамайды. Әкесі ауырып жатқанында қасына шақырып алып, басынан сипап, маңдайынан емірене иіскеп бауырына қысатын. Сол бір сәт мәңгілікке есіне жазылып қалыпты. Әкесін сағынғанда дәл сондай сезімде болады. Сонымен Жомарт Жолдыбайұлы 1-ші сыныпқа әріп танып жатты. Атауын оңай жаттап алып, алғырлық танытқанмен таңбалануға келгенде қаламды алғаш ұстаған саусақтары икемге келіңкіремей қара терге түсті. Кейбір балалар үйлерінен оқып келген бе әріпті жатқа біледі, тіпті таңбасын әдемі түсіреді. Кейін білді, олардың мектепте оқитын өздерінен үлкен аға әпкелері бар екен. Солармен жағаласып жүріп әріп танып алады екен. Көршілердің балалары ойнағанда Жомартты қоса бермейді. Әрқайсысы өзінің іні қарындасымен, аға әпкесімен қосылып ойнайды. Жомарт Сейсен мен Бейсенге қандай жақсы, өздері бірге ойнайды. Қарындастары да бар. Мен неге жалғызбын, ешкім менімен ойнамайды, әріпте үйретпейді деп қатты қапаланатын оңашада. Апасы жұмыстан шаршап келгенде сабағын қалай оқып жатырсың ба дейді де қояды.
оқиды сабағын оқымай ше. Жомартқа әсіресе ана тілі мен математика қатты ұнайды. Сандарды біледі, 100-ге дейін санай алады. Ән сабағын айтсаңшы, дене шынықтыру да керемет. Үйдегі қой қозының бұзаудың тамағын, суын беріп, апасы келгенше шайын дайындап, пешке от жағып, кіп-кішкентай болса да үй шаруасынан бір босамай, балалармен де ойнай алмайтын. Қайта мектепке барса рахаттанып қалатын. Бірде ырсалды тәтей: Жомарт, ертең апаң маған жолығып кетсінші, айтып бар, деді. Ұстазының анасын неге шақырғанын қайда білсін, апасына жеткізіп келді. Айтуы сол-ақ екен. Апасы: әй жүгермек, сен не оқып жатырмын деп мені алдап сабаққа үлгермей жатқан шығарсың. Мектепке мұғалім ата-ананы баласы тәртіпсіз немесе не сабақ үлгерімі нашар болса ғана шақырады, әлде біреудің баласымен төбелестің бе, деп тергеп ала жөнелді. Бұл: жоқ апа, ешкіммен төбелеспедім, сабағымды оқып жүрмін, деп ақтала бастады. Сонда да ұйқыға жатқанша апасының қабағы ашылмады. Ертесіне мектепке өзі дедектетіп жетектеп алып келді. Тым ерте келіп алған екен. Екеуі партада жайғасып ұстазы мен басқа балалардың келуін күтті. Сен қай жерде отырасың, деді апасы. Осы өзім отырған партада, деді. Жаныңда кім отырады? Сайра. Ол кімнің қызы? Білмеймін, айту аты Сайра, дей берді. Жомарт әліппесі мен жазу дәптерін парта үстіне шығарып қойып еді. Апасы дәптерді алып ашып қарады. Әр бетіне анық, әдемі тізіліп түскен әріптерді көрді. Содан кейін әліппені алып ашып әріптерді сұрай бастады. Жомарт жаңылмай атап берді. Бәрін біліп тұрсың, жазу маржандай, мен неге шақырады екен? Сірә бірдеңе жасырып отырсың, деп анасының көңіліне кеше кірген алаң әлі сейілмей отыр. Сыныпқа балалардың алды келе бастады. Бәрі мұның апасына жамырай сәлемдесуде. Сайра да келіп Жомарттың жанына жайғасты. Апасы: сен кімнің қызысың, деп сұрады. Желелдің, деді Сайра, үлкен көздері апасына бақырая қарап. Қайсы желелдің, тау жақтағы ма? Жоқ, жылқышы. Деп апасы даусын енді соза бастағанда сыныпқа ырсалды тәтей кірді, журналы мен қол сөмкесін құшақтап. Балалар орындарынан атып-атып тұрып хормен амандасты. Тәтей күлімсірей басын изеп үстеліне жақындады. Осы кезде орнынан тұрған Жомарттың апасын көріп: тәте, жақсы болды келгеніңіз, деп жылы жымиды. Не болды, Жомарт бірдеңе бүлдірді ме, деді апасы бірден көңілдегіні, алаңды жасыра алмай. Жоқ, Жомарт үлгілі оқушы. Мен сізді өзім шақыртқам, бір шаруамен сыртқа шығалық, деп есікке қарай беттеді. Апасы баласын мақтағанға қабағы сәл ашылып артынан ерді. Мәселені кешке қарай білді. Мектептегі еден жуушы апай зейнетке шығып жатыпты. Соның орнына Жомарттың апасын алыңызшы, деп директормен сөйлесіп қойған келінін айналып толғанып отырып айтып берді. Өзі барып өтініш жазуы керек екен, соған шақыртыпты. Директор келісіп келер айдың басынан жұмысқа алатын болыпты. Сені сабағын жақсы оқып жүр дегенге риза болып қалдым. Біреумен төбелесіп қалды ма деп бір ойлап едім. Ешкімге өзің тиме, ал өзі соқтыққанды аяма, деп қорытты сол күні сөзін. Жомарт апасының қағидасын көңіліне тоқып алды. Өзім ешкімге тимеймін, тисе аямаймын. Апасының біреумен төбелесіп қалдың ба деген сөзін Құдай естіп қойды ма? Көп ұзамай Жомарт төбелестің көкесін көрсетті. Өзі тигенді аямады. Сабақтан қайтарда балалардың бәрі үлкен көшемен жүретін. Сабақтан қайтып келе жатқан бұған бірде сыныптастары Имаш пен Дүйсен: сен неге біздің көшемен жүрсің? Сенің үйің ауылдың шетінде, оған сол шет жақпен бар. Мынау жақсы үйлері барларға арналған таза көше. Кет жаман көшеңе. Екі жағынан қысып итерісті. Шынында бұл ауылдағы жалғыз асфальт көше болатын. Апасы Жомартқа: үстіңді былғамай осы жолмен жүр, үйдің тұсына барғанда бұрыла саласың, деген соң ел қатарлы осы жолмен жүретін. Алдымен өздері тиісіп кет жаман көшеңе деген намысына тиген ол Имашты аяғынан шалып қалды. Анау ұшып түсті. Оның жығылғанына жаны ашығансын Қайраш жетіп келіп Жомарттың жағасына ала түсті. Тиіскенді аямаймын, оның жағасына жармасты, аяғынан шалды. Екеуі ұмар-жұмар шалшыққа құлады. Имаш келіп сөмкесімен періп қалды. Бұл Қайрашты жұдырықпен ұрды. Дүйсен келіп артынан жармасты. Ол тепті. Үйге батпаққа батып, киімі бүлініп, мұрны қанап келді. Апасына көрсетпейін деп еді, ол үйде екен. Алдынан шықты. Айтпасына қоймай тергеуге алды. Ертесіне мектепке екеуі бірге келді. Дүйсен, Имаш пен Қайраштың ата-анасы шақырылды. Ұзақ талқылаудан соң ата-аналарының оқушылардың алдында төртеуі бір-бірінен кешірім сұрап барып, ырсалды тәтелері сабақты жалғастырды.
жалғасы бар.